Сәлем достар, бүгін сіздерге суши торт рецебін ұсынамын. Қонақтарыңызға осындай әдемі ерекше торт жасағыларыңыз келсе, бастаймыз. 100 грамм қайнатылған салқын суға 1 қасық қант, 2 қасық алма сірке суын және жарты шай қасық тұз қосып араластырамыз. Мен 1 кесе күрішті суға пісірдім. Жаңағы дайындаған суымыздың жартысын осы күрішке қосып араластырып қоямыз. Сонымен бізге қажетті заттар: қайнатылған күріш, творожный сыр, 2 кішкентай қияр, авокадо, кунжут, семга балығы. Бұны кеше өзім тұздағанмын, жеңіл тұздалған, және нори жапырақтары. Енді жасайтын ыдысымды айта кетейін. Бұл контейнердің жартысы. Түбін кесіп алып тастадым. Соны форма болу үшін осыны қолданамын. Нори жапырақтары қозғалып кетпеу үшін тарелканы кішкене сулаймыз. Жаңағы уксус қосылған суды қолдансаңыздар болады. Нори жапырақтарын қайшымен қиып, осылай түбіне орналастырамыз. Енді норидің үстіне піскен күрішімізді саламыз. Салған кезде бірден сол өз орнына орналастыруға тырысыңыздар, өйткені күріш нориге бірден жабысып қалады. Күрішті шамамен осылай 1 сантиметр қалыңдықпен саламыз. Салып болғаннан кейін жаңағы стаканда қалған суға қасығымызды матырып, күрішіміздің бетін тегістеп нығыздаймыз. Егер жұқа жерлер болса, тағы да үстінен салып, әдемі қылып тегістеп жасаймыз. Формасын жақсы сақтау үшін әсіресе шет-шетін жақсылап тегістеңіздер. Енді ірімшігіміздің 100 грамын күріштің үстіне саламыз. Қасықты сулап тегістейміз. Бұл творожный сыр. Бұның үстіне ұсақтап туралған қиярды саламыз. Қиярды тураған кезде ортасындағы жұмсақ жерін алып тастаймыз. Қиярды жіңішке соломка қылып турағандарыңыз дұрыс болады. Және авокадоны да солай жіңішке қылып турап, қиярдың үстіне саламыз. Егер авокадо болмаса, қоспай қойсаңыздар да болады.
Енді тағы да нори жапырақтарын саламыз. Норидің үстіне күрішімізді саламыз. Жақсылап тегістейміз. Кейін кескен кезде торт шашырап кетпеу үшін жақсылап күшіңізді қолданып нығыздаңыз. Қалған ірімшігімізді күріштің үстіне салып жайғастырамыз. Енді жұқалап туралған сёмга балығын торттың үстіне орналастырамыз. Торттың бетіне күнжіт себеміз. Тортымыз 2 сағаттай тоңазытқышта тұрды. Енді шетіндегі формасын алып тастап, кесіп көреміз. Тортты кесу үшін пышағыңыз өткір болу керек. Суши тортымыз формасын жақсы сақтап, жақсы кесілді. Жегенге өте ыңғайлы. Жеке тарелкаларға салып, вилкамен салат сияқты жеуге де болады. Егер сіз 4-бұрыш формада жасаған болсаңыз, кішкентай 4-бұрыш қылып кессеңіз де өте әдемі көрінеді. Сіздерге осы тортты жасауда сәттілік тілеймін. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.